Қазақстандағы 4-ші мұнай өңдеу зауытының құрылыс мерзімі, орналасатын жер мен оған тартылатын инвестиция көлемі биыл бірінші жартыжылдықта белгілі болады. Бұл жайында мұнай және газ министрлігінің алқа мәжілісінде айтылды. Үкімет басшысы Серік Ахметов ішкі нарықты мұнай өнімдерімен қамтамасыз ету мәселесіне айрықша мән берді. Қазіргі таңда еліміздегі мұнай өңдеу зауыттарын қайта құру жүріп жатыр. Бұл жұмыс 2016 жылы аяқталатын болады. Сонымен қатар премьер-министр өндірістегі еңбек кикілжіңдерінің алдын алу керек дей келе, компания жетекшілеріне жергілікті жерлердегі жұмысшыларға тиісті деңгейде жағдай жасауды тапсырды. Ал Қашаған кен орнындағы құбырды қалыпқа келтіру жөніндегі жоспар наурыз айында бекітілетін болды. Сонымен қатар үкімет басшысы газ өндіру жөніндегі стратегияны әзірлеуді тапсырды. Бұл еліміздегі көгілдір отынға қатысты жан-жақты мәлімет жинақталған құжат болмақ. Мемлекет басшысы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев биылғы жолдауында үкіметке экономиканың орташа жылдық өсімін тұрақты түрде қамтамасыз етуге тапсырды. Бұл бірінші кезекте мұнай-газ секторының дамуына тікелей байланысты. Сондықтан осы саланың тиімділігін арттыру, жаңадан индустриалды инновациялық жобаларды іске асыру, шағын орта бизнес нысандарын көбейту министрліктің алдындағы басты міндеттерінің бірі болып табылады. Былтыр елімізде 42 миллиард текше метрден астам газ өндіріліп, 8,6 миллиард текше метр көгілдір отын экспортқа шығарылған. Бүгін күні Қазақстанның 14 облысының 9-ына табиғи газ тасымалданады. Сонымен қатар министр Ұзақбай Қарабалин мұнай өндіру көлемі артқанын атап өтті. 2013 жылы 81,8 миллион тонна мұнай мен газ конденсаты өндірілді. Елдің сапалы мұнай өнімдеріне деген сұранысын өтеу үшін мұнай өңдеу зауыттарын жаңғырту жұмыстары жалғасып келеді.